Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ, қатпарлы пияз қосылған пеште дайын болатын қаттама нанның рецептісін ұсынатын боламын. Бұл видеода толықтай барлығын асықпай түсіндіріп айтып кетемін. Сондықтан міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 бокал жылы суымызды құйып, оның үстінен 2 шай қасық тұзды салып, жақсылап тұз ерігенше араластырамыз. Оның үстінен сұйық майды салып, кішкене араластырып жіберіп, ұнымызды да міндетті түрде ситадан өткізіп, қатты жұмсақ емес, қатты қалың емес, қолға жабыспайтын қамыр илеп шығамыз. Оның барлығын бірден салып жүрмеңіздер, жартысынан көбін салып, осылайша қолмен иле отыра, ақырындап ұн қосып, қамырды илеп аламыз. Дайын қамырымызды салафанға салып, 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Салмасына бізге 3-4 пияз қажет болады. Пияздарымызды осылай жарты кольца етіп турап шығамыз. Және де егер сіздерде көк пияз болса, соны да қосып жіберсеңіздер болады. Менде ол болмағандықтан түріне кішкене әдемі болсын деп укропты қосып жібердім. Барлығын турап болғаннан кейін бір ыдысымызға салып, тұзын, бұрышын дәміне қарай салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды 2-ге бөліп алып, екеуін 2 зуала қыламыз да, біріншісін салафанға салып қоя тұрамыз, екіншісін ақырындап ұн сеуіп жайып бастаймыз. Бірінші осылай қолдың көмегімен жақсылап үстінен басып аламыз. Кішкене жұқарғаннан кейін оқтаудың көмегімен 4 шетінен бірінші жайып шығамыз да, ең соңында ортасын жайып аламыз. Оқтауға қамырды орап, ақырындап жаятын боламыз. Қамырды жайған кезде бірінші рет жайып тұрған болсаңыздар, ортасына емес, тек 2 шетіне ғана күш сала отырып жайыңыздар. Егерде шеті қалың болып кетіп жатса, дәл видеодағыдай 2 шетін бір-біріне қосып, оқтаумен орап жібереміз де, ешқандай қамырдың үстін баспастан жайлап қана 2 шетінен басып алсаңыздар, қамырларыңыз бір тегіс өте әдемі болады. Сары майымызды алдын ала микротолқынды пеште немесе газде жақсылап ерітіп аламыз да, қамырымыздың үстінен ақырындап бір тегіс қылып жайып шығамыз. Қолмен немесе щеткамен жайсаңыздар да болады. Үстінен жаңағы туралған пияздарымызды салып шығамыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, осы видеома лайк басып, астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де WhatsApp желісінде өз достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Осылай ақырындап біреуін ораймыз да, екіншісінің үстіне қойып, оны орап, және де осылай видеодағыдай үшіншісінің үстіне қойып орап шығамыз. Кішкене астыңғы бөлігін жауып жіберіп, осылай қолмен жақсылап үстінен басамыз да, екіншісіне дәл осылай орап шығамыз. Екеуін салафанға салып, 5 минутқа тындырып қоямыз.
Қаттамаларымызды алып, кішкене ұн сеуе отыра оқтаудың көмегімен қатты жұқа қылып жайып жібермейміз. Ақырында осылайша жайып шығамыз, біріншісінде, екіншісінде. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен әртүрлі чаттармен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Менде пергамент қағазы болмағандықтан астына фольга төсеп жібердім. Үстінен вилкамен осылайша тесіп, бір жұмыртқаны жарып, бетіне щеткамен әдемілеп жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Дәл осылайынан газге қойып, майға табада пісіріп алсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Арайлым.